Салем достар, Амитока каналына қош келдіңіздер. Достар, біз қазір Жұмбақ бөлме деген фильм түсіретін боламыз, ал көп сөйлемей кеттік. Ханымдар, сәлеметсіздер ме? Бұл біздің сіздер сатып алатын иелеріңіз. Ой, сәлеметсіз бе? Бұның бағасы, яғни Алдын айта кетейін, бұның бағасы 1 миллион. 1 миллион? Иә, 1 миллион. Тым көп емес пе? Көп емес. Өзі сәйкес келеді 1 миллионға. Анашым, бұл енді кішкене бөлмесіне қарасаң аздау сияқты. Жарайды, сатып аласыздар ма бұл комнатаны? Комната дегенде бөлме дегенде үйді. Оның ішінде жиһаздар бар ма? Бірінші. Я, бар, сондықтан қымбат болып тұр ғой. Үй сәйкес келеді ғой 1 миллионға. Сатып аласыздар ма, сатып алмайсыздар ма? Тез айтыңыздар, менің уақытым жоқ. Иә, жарайды, сатып аламыз. Жарайды. Ішін көрмей-ақ қойыңыздар, білесіздер, ішін өздеріңіз танысып аласыздар. Ішінде 2 бөлмелі үй, сосын кухня, сондай заттар бар, бірақ ванна жоқ. Ваннаны өздеріңіз кейін соғып аласыздар. Жарайды ма? Бұл үйде 3 бөлмелі үй. Енді холлды санамасаң 3 бөлмелі үй. Жарайды, күшті екен. 2 комната, 1 кухня. Күшті. Жарайды, онда қызым ақшаны беріп жүрші. Иә, жарайды, анашым. Құрамына 1 миллион деп жазылыпты қағазда, міне. Енді біз кірейік. Қоныстаған үйіміз күшті ғой. Енді бісміллә деп кірейік. Бісміллә, ашайық есікті. Алғашқы үйіміз осы сатып алған. Мен туылғанда сіздер квартирада жүргенсіздер ме? Иә, біз жүрдік. Үйде тұрып жатырмыз ғой біріншіден. Мына кухня деген әдемі ғой. Бізге жақсы екен. Әдемі. Анашым, бірақ біз бәріміздің жеке комнатамыз бар ма? Иә, сенің жеке комнатаң бар. Алақай, мен жеке комнатаны қатты күттім. Жарайды, заттарымыз жақта тұра тұрсын. Біз көре тұрайық үйді ішін. Холл деген осы ма? Гүлдер өте күшті екен. Мынау әдемі болып тұр, ағашпен. Әдемі екен. Ағашпен әдемі болып тұр. Кеттік. Мына сіздердің комнаталарыңыз ба, өте күшті. Иә, біздің комнатамыз. Мен боянатын жерім бар. Бәріне күшті қылып. Шкафтың ішін ашайық. Әдемі екен. Кемсе сонда киімдерімді алып жайғастырайын. Сосын жаңа достар табуға кетейін. Мұны киімдерді әрең дегенде өзімнің жинап жүрген ақшам алған. Енді біз ауылдан келдік қалаға. Және де біздің жағдайымыз кішкене жоқ. Сондықтан біз осындай ескі үй алдық. Ендігіде жаңа үй алатын боламыз. Ақшаны жинау керек. Әлі бізде 2 миллион бар. 2 миллионға осы үйді жаңартып алу керек. 2 этажы қылып. Және де әкем ол ақша беріп жұмысқа кіру керек, анам екеуі. Және мен де өзім ақша табуым керек. Бірақ біз жақта қалада мектептерге ақша төлеп оқитын шығар. Сондықтан тезірек жатайын. Ертең мектепке барып қалармын. Сумка алу керекпін.
анам маған айқайлап береді. Дауыс болдым және менің қасымда өзімнің трампетім бар. Светті өшірейін. Болды. Ендеше ұйықтайын. Тезірек ұйықтайық. Ертең азанда жұмыс тауып, қызымызды мектепке беру керек. Светті өшірейін. Енді ұйықтайық. Таң атты. Тезірек тұрып, бүгін мектепке баруым керек. Ата-анам барлығын істеп болған шығар. Онда ата-анамды оятайын. Беті қолымды жуып, шай тамақ ішейік. Мектеп формамды алайын. Осыны киіп алайын. Дәптерімді салдым. Ручкамды салдым. Мағында албауым керек. Болған шығар. Көріп келейінші. Әлі ұйықтап жатыр екен ғой. Жарайды, онда мен оларға айтпай шығып кете салайын. Ертең тамақ ала салайық. Қандай тамақ бар? Онда тезірек жұмыртқа мен осындай бір милк алып. Сосын тамағымды салып болдым. Енді сумкама салайын. Балалармен жақсы тіл табысам деген ойдамын. Кеттім. Ой, мына шеттер. Сорпа алам, сорпа. Жоқ, Сорпаңызға рахмет. жоқ, сорпа алмайсың ба? Ой, сорпа алмаймын деп Бір сабақ оқитын қызға ұқсайсың. Енді сабаққа кетіп бара жатырмын. Ешқашан алмайтын адамды мәжбүрлеуге болмайды. Сондықтан Саққалбай ағай, сіз сорпаңызды өзіңіз жеңіз. Неге мен жейді екенмін, а? Өзің жейсің. Ай, мына Мұртабайдан тезірек қашып кетуім керек сияқты. Албас, алдыңды алмай ма? Қараңғы, Тезірек жетіп алсам болды. Мектептің жолы күніге осындай ма? Баланы жерге қойып қойған емес. Ей, адамдар, қашындар. Қаш. Қарындастан сұрап ала ма? Ей, кетуге шығар. Бәрін қарасыңдар, албастылар. Мектеп осы. Тоқта, сен неғып кешігіп жүрсің? Мен жаңадан келіп едім. Сосын директорге құжаттарымды беріп тапсырдым. Енді директор рұқсат беріп енді сыныма барайын деп жатқан. Бара берсем бола ма? Бара бер. Директор сыныбым қайсы еді? Тоқта, 17-ші кабинет еді ғой. Міне. Кіріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сіз жаңада келген... Иә, жаңадан кейін оқушымын. Балалар, міне бізге жаңадан келген оқушы келді. Бұны енді дұрыстап қарсы алып алыңдар. Иә, менің атым Алуа. Менің атым Алуа. Енді біз бұл қалада басқа қаладан көшіп келген болатынбыз. Яғни ауылдан деп айтсайшы. Иә, ауылдан. Қай жаққа отырайын, ағай, тезірек айтып жіберсеңіз. Бұйық бос емес. Ана баланың қасына отырыңыз. Есімі Арман. Десеңдер де болады. Ей, отырсайшы болды тыныш. Сой, Қыз кезде шымыңдап кететін жаман осының ше. Жарайды, танысқаныма қуаныштымын.
Ал біз танысқанымызға қуанышты емеспіз. Ту мені осы мүгедек қысап көресіңдер ма? Орынды қойсаңдар жақсы болатын еді ғой. Қоя берші, отыра берші, саған кім тиісіп жатыр? Просто мүгедек деп ойлайды да, қыз. Ағай, осы біз неғып Асия екеуміз бірге отырмаймыз? Енді ұл мен қыз отыру керек қой. Енді бізде қыздар көп болғаннан кейін сендер бізде өткені 4 қыз көп болып кеткен. Сондықтан кейін 4 бала келгендіктен сыныпты үлкейтіп отырасыңдар енді балдардың қасында. Отыра берсеңдер, осы кездерің жақсы емес пе? Жақсы емес. Ағай, мен бас тартам. Онда бас тартпа. Ағай, сіз не қарсы сөйлеп тұрсыз маған? Кешір. Иә, кешір. Бопты отырам десеңдер, алдыңғы сабақта отырыңдар. Жарайды, азақ қалды ғой уж. Қанша болды сағат? 10:22. Қазір 30 кеткенде қоңырау радио. Сосын барып ана қызға тиіспедік па? Соғай, осы қыз келгелі ана Асика мені вообще ұмытып кеткен секілді ғой. Соғай, Бірақ мені деппін ғой. Мен оның енді Алияны қарасай жалғыз отыр ғой. Алияның жігіт емес пе ол? Соғай, Алияның жігіт емес пе? Сабақтан кейін тиісеміз, осыған көресіңдер. Алия. Қазірше ана қызға тиіспедік па? Не дейсің? Қазір тоқтай тұр, қаршы білінші. Ағай, айтпақшыдай, кімге несіп беріп жүрсен бола ма біз атында? Бер. Асия, Мен саған кім? Балнар өжірді. Балнар, не істеймін бұны? Оқысаш? Жарайды. Балалар қоңырау ұрды. Короче, Сабақ аяқталды. Қоңырау қосып келіңдер. Кез келген мұғалімдерді ұстап қарсы алыңдар. Дұрыс шығарыңдар, дұрыс. Айтпақшыдай, үшінші сабақты шымане? Балнар, қойшы, сен де бір көргенсіз болмай. Сондай не болды? 4-ші сабақ еді ғой? Ауысып кетті ғой бір сабақ. Жарайды, кеттік. Дұрыс, жарайды. Тоқта. Не болды? Сен жаңадан келген оқушы болғансың, саған мектепте таныстырайын да? Короче, ана қызға тиісеміз ме? Жоқ, керек емес. Таныстырмай-ақ қой. Өзің кейін қыздар таныстыратын шығар. Жүрші бері, біз саған мектепте таныстырамыз. Айтпақшыдай, Аналар тиісеміз дейді ғой, кетіп жүгіріңдер қыздар. Қызықтар. Тоқтаңдар. Сен шынысыңдар ма? Сіз не қатысыңдар? Тиісейін деп жатырық. Новенький қызға ма? Иә. Сен осы қойшы, енді әдетіңді Айша. Қойшы болды ғой. Мен қоймаймын. Жарайды, тиісеміз. Тиісем білші. Сен, короче, менің жігітіңе тиісіп тұрсың. Мен ешқандай тиісіп тұрған жоқпын. Қыздар, танысайық. Сендердің аттарың Тоқташ, танысайық деме. Бұлайша сөйлесіп береміз. Жүр, сен. Мен бәріне кім деп сөйлемейтін шығармын, аттарыңды айтыңдар. Қыздар, не болды? Еш бәле болды. Кеттік, жүр. Қыздар, мен түкте түсініп тұрған жоқпын. Түсінесің қазір.
қойсай болды ғой, тынымсыз қыз екенсің сен. Короче, сен Менің жігітімді тартып алыпсың. Я, бұл менің жігітімді тартып. Сонда сенің атың Асия ма? Я, менің атым Асия. Қыздар мұны түк білмейді ғой, аттарымды таныстырып кетіңдер. Менің атым Асия, білесің. Менің атым Балнұр. Менің атым Мадина. Менің атым Азире. Менің атым Жанар. Сонда менің атым Алуа. Сонда аттарымды шатас кетім, қайтан айтыңдар. Мұны түк те білмейді ғой. Менің атым Жанар. Менің атым Балнұр. Менің атым Асия. Менің атым Айша деп айтпай қояйын. Сенің шатастығын кет, Мадина. Менің атым айтып қойдым болды. Менің атым Алуа. Алуа, онда сен біздің ешқандай класстағы балдарға тиіспейтін бол. Ол өздері тиіспесе мен тиіспеймін. Вообще-то енді бізге тиісуші болма. Біз сенімен кейін әңгіме айтамыз, түсіндің бе? Біз вообще осы мектептің атаманымыз. Атаманы деген тек балдарда болады ғой. Сен дым көрмегенсің бе? Ауылдың атаманы деп бір адамды сайлай ма? Ал біз... Қыздар, қойыңдар, болды. Тамам. Келе сал, маған дескеніңіз. Жарайды, қазір бізге би болады ғой. Би сабақ қазір. Анау жоқ. Назмер емес. Жоқ емес. Осы. Я, осы Назмер біздікі. Билеп болдым. Ананы шашпай қой кетейін. Енді үйме барайын. Кеттім. Қызым, мектептен келдің ба? Біз қазір әкең екеуміз тойға барамыз. Тезірек үйді тазалап, леклеп қой, жарай ма? Есікті біреу қақса ашпа, тек біз өзіміз саған айтамыз. Анашым, мен кішкентай бала емеспін ғой, жарайды. Бара беріңіздерші. Анашы, осы жеттен бастайын. Өткен бұл жет маған қатты ұнайды. Мынаны итерейінші маған. Не? Қандай есік бол дейтін, а? Көрейінші есікті. Достар, біздің киносымен аяқталды. Екінші серия шықсын десеңіздер, обязательно 100 лайк жинап қоюларыңыз керек. Ендеше, достар, 100 лайк емес, именно 100 лайк емес. Басқа да лайктар жинаңыздар. Всем пока!